Баршаларыңызға сәлем, біздің Ақ Дастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен бәріміз өте қатты сүйіп жақсы көріп жейтін цитрусты жемістердің ең дәмдісі, тіпті атасы, анасы деп те айта аламыз, яғни мандарин туралы әңгіме айтатын боламыз. Мандариннің қандай пайдасы бар, оның емдік қасиеті қандай, оны қай кезде дұрыс қолданған дұрыс, оның мандаринді жейтін нағыз сезон қандай, дәл сол туралы ақпарат алғыларыңыз келсе, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Мандарин ежелгі Қытайда мандаринді бақыт, байлық және ұзақ өмір сүрудің символы деп есептеген. Сол үшін де олар қонаққа бара жатып мандаринді сыйлыққа алатын болған. Өз кезегінде үй иесі де кетіп бара жатқан қонағына осы жемісті сыйлаған екен. Мандарин сөзі Қытай тіліне тәржімалағанда бай адам деген мағынаны береді. Португалдар Қытай шонжарларын мандариндер деп атаған екен. Бұл жеміс Жапония, Испания, Мексика жерінде өссе де отаны аспан асты елі болып табылады. Мәңгі жасыл болатын ағашы бір маусымда 600 данаға дейін жеміс береді. Тіпті Қытайда 5000 данаға дейін жеміс берген мандарин ағаштары да болған екен. Мандариннің қандай емдік қасиеттері бар? Жөтелге қарсы пайдалы, қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы витаминдерге ие. Мандарин шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандаринді ішектің жұмысын жақсартады және тісті қатайтады. Сондай-ақ мандариннің құрамындағы қайталанбас зат бауырда майдың жиналмауын алдын алады. Ол набилитин деп аталады. Соның арқасында сезімдікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калорий болады. Асқазан ішек аурулары іш өтумен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы болып табылады. Сондай-ақ оның қабығы бронхитке, тері ауруларына, іш кебуде, ұйқысыздыққа, жоғары қан қысымына қарсы өте пайдалы. Майо ғылыми орталығы мандариндер көңіл-күйді көтеріп, адамға оптимистік рух беретінін анықтаған. Бұл мәуенің құрамында лимон қышқылы өте көп, сондықтан мандарин адамдарды көптеген зиянды бактериялардан қорғайды. Мандарин жемісінің жұпары барлығымызға жақсы таныс, ал тіпті дәмі оның тілі үйреді. Сондықтан да білесіздер, барлығымыздың жаңа жылдық дастарханымызда мандаринсіз жаңа жылды қарсы алу мүмкін емес. Яғни мандаринді жейтін нағыз сезон осы желтоқсан айынан басталады. Себебі дәл сол кезде өте пайдалы әрі адамдардың тәбетін ашады. Цитрустық нағыз антиоксидантқа бай жеміс, құрамында С витаминінің көзі ретінде де қарастыруға болады. Себебі күн суытқан кезде адамдар тұмау болады, немесе қандай бір суық тиген кезде организмге С витамині өте қажет болады. Әсіресе әйел кісілер осы мандаринді жиі тұтынған дұрыс, себебі әйел адамның организміне ең қажетті витамин С витамині осы мандарин көзінен алуға болады екен. Жаңа жоғарыда айтып өткенде мандариннің қабығы өте көп ауруларға пайдалы деп айттық. Тыныс алу жолдарының ауруларында әсіресе кептірілген қабықтың 2 ас қасығына 1,5 шыны қайнаған ыстық су құйып 5 минутқа қыздырыңыз. Содан соң 1 сағатқа тұндырып қойыңыз. Мандарин дәрісін жарты стаканнан күніне 3 рет қыздырып, тамақ ішпестен жарты сағат бұрын қабылдаңыз. Асқазаныңыздың жағдайы едәуір жақсарады. Суық деген кезде бір уыс қабыққа ыстық қайнатылған суды құйып, буымен 10 минут бойы тыныстаңыз. Құрамында фитонцидтері бар мандарин қабығының буы инфекцияның көзін жояды. Табанның жарылуы немесе жарасында қалай қолданылады? Табан мен башпай арасын мандарин қабығымен күніне 2 рет жағып отырсаңыз, табан зеңінен оңай арыласыз. Қатты шаршағанда және ұйқысыздықта қалай қолданамыз? Жастығыңыздың қасына мандариннің ашылған қабығын ұйықтар алдында 15 минутқа қойып қойыңыз. Бұл әдіс бас ауруын жазып ұйқысыздықтан арылтады. Жоғары қан қысымы мен аритмияда қалай қолданылады? 1 шыны қабыққа 3 литр су құйыңыз. Тұнбаны әбден қайнатып, ұйықтар алдында 1 сағат бұрын ванна қабылдаңыз. Нәтижесін бірден байқайтын боласыз.
Ас қорыту жүйесінің бұзылуы мен дисбактериозда мандарин қабығын кептіріп үгіту қажет. Содан соң ұнтақтың бір шай қасығын шайға немесе кез келген тағамдарға дәмдеуіш ретінде қосуға болады. Бұл қоспа іштің кебуі мен асқазан жолдарының ауруларына ем. Ал егер сары ұнтақты кофеге қоссаңыз, дәмі мен иісі көңіліңізден шығары даусыз. Иә достар, айта берсек, мандариннің пайдасы орасан зор екендігіне көз жеткізіп отырмыз. Яғни оның іші де тіпті сыртындағы қабығы да біздің денсаулығымызға мол әсерін тигізіп тұр. Сондықтан міндетті түрде қыс мезгілінде мандаринді дастархандарыңыздан үзбей тұтынғандарыңыз дұрыс. Сонда қыстан ауырмай, денсаулығымызға қажетті, өз ағзамызға қажетті нағыз витаминдердің барлығын алып, дені сау, жаны сау адам ретінде өмір сүре берсек болады. Ақпаратымыз пайдалы болса, міндетті түрде арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар.